Барлықтарыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен YouTube арнамда макаронның құрамымен бөлісетін боламын. Езілмей шашылып түсетін макарондардың құрамын бөлісетін боламын. Ол үшін видеомды соңына дейін көріңіздер, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен осылай макарондарымызды қызып тұрған отымызға қызарғанша қуырып аламыз. Макарондарымызды қуырып алғаннан кейін керек заттарымызды барлығын турап аламыз. Пияз, картоп барлығын жақсылап турап аламыз. Мен сәбізді осылай үккіштен өткізіп алам. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турап алсаңыздар да болады. Барлығын жуып тазалап турап алғаннан кейін қызып тұрған қазанымызға майымызды құйып, етімізді салып, жақсылап қызарғанша қуырып аламыз. Майын молдау олып құйып аласыздар. Макаронның құпиясы сол майының мол болып құйылуында. Одан соң осылай майдалап туралған пиязымызды да салып, бұны да қызарғанша қуырып аламыз. Сәбізді салып, сәбізді де қызарғанша қуырып аламыз. Барлығын жақсылап қуырып аламыз. Негізінде барлықтарын жеке-жеке қуырып алғандарыңыз дұрыс, сонда дәмі ерекше болатын болады. Барлығын бірден салып жермей, осылай жеке-жеке қызарғанша қуырып аласыздар. Картопты да салып, жақсылап араластырып қуырасыздар. Барлығы дайын болғаннан кейін үстінен суымызды құйып, одан соң лабыр жапырағын саласыздар. Дәміне қарай тұз қосып, отымыздың астын қатты қойып, еті піскенше осылай қуырып аламыз. Одан соң макаронымызды салып, барлық жеріне су тигізіп, араластырып аламыз. Одан соң шамамен 15-20 минуттай жай отқа қойып, пісіріп аламыз. Отымыздың астын қатты қоймаймыз. Пәсейтіп, шамалы 15-20 минуттай қойып пісіріп аласыздар. Макарондарымыз дайын болды. Көріп тұрғандарыңыздай шашылып, ерекше болып, арасы жабыспай піседі. Сіздерге осы рецептпен жасауға кеңес беремін. Егерде макарондарыңыз жабысып, езіліп, пісіп жүрген болса, осы рецептпен жасап көріңіздер. Жабыспай, осылай шашылып, ерекше болып пісетін болады. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп, пікір қалдырып, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға рахмет.